Менің туған күнімнен блог. Бір күн бұрын қажетті заттарды осылай пісіріп қойған болатынмын. Және де сухофруктларды жуып, бәрін салып, бетін жауып, одан кейін фруктларды салып, сосын чак-чактың честісінде дайындап қойған болатын. Келесі күні таңда тұрып, қажетті заттардың бәрін ашып, сөйтіп жатқанда маған доставка келді. Примерно білдім, енді күйеуімнен гүл келді. Басқа кімнен келеді маған гүл? Мен настроением болмай тұрған кішкене гүлді алып, настроением көтерілді. Мына чак-чакқа бетіне жаңағы мак салдым и сгущенка салып араластырып, ыдысына салып дайындап қойдым. Күйеуім жұмыста болған болатын, сондықтан столдың бәрін өзім құрып бастадым. Содан кейін беляши жасадым, бауырсақ пісірдім. Негізі көп адам жоқ, келеміз деген адамдарымыз бір күн қалғанда келмейміз дедім. Мына жерде тағы да наггет ципсы қуырып жатырмын. Кішкене тағы настроением түсіп, общем көп затты видеоға түсірмеппін. Кешке таман осындай шағын стол дайын болды. Кешке жаңа папалар келді, сосын келінім келді, сонда бір-екі семья, сосын сестренкам келді. Өйстіп шағын столға дайындап қойған болатынмын. Сөйтіп біз келінім келіп, өйстіп тортпен поздравить етіп келгенде вообще настроением көтеріліп кетті. Если честно, осылай етіп маған кім өйстіп поздравить етті, даже не помню. Өте енді приятный екен да. Сосын осылай тортты бетіне еще жазғызып алып келген екен. Бәріміз осылай екінші тамаққа осындай ас болды. Сөйтіп аузымызды как раз ашқызып, үлкен кісілер болды. Сосын чайға отырдық. Чайда жаңағы торт, осындай пирог болды. Если честно, қалай күннің өткенін байқамай қалдым. Вроде жақсы өткен болды. Қалған видеоны сосын саламын.